Қожа Ахмет Яссауи, 11 ғасыр. Даналық кітабынан үзінділер. 7 жаста арыстан бапқа қылдым салам. Мұстафаның аманатын бер деп маған. Сол мезетте 1001 зікір еттім тамам. Нәпсім тыйып, Аллаға бет бұрдым міне. Құрма беріп, басым сипап, назар салды. Сол сәтте ол дүниеге сапар салды. Қоштасып бұл әлеммен кете барды. Мектеп көріп, қайнап толып тастым міне. Хош қайыптан жеткенде жақсы сөзім тәбәрік. Ғашық болсаң, ей талап, ризалық бер, белің бүк. Түні бойы көз ілмей, жас орнына қаның төк. Арыстан бабам сөздерін тыңдасаңыз, тәбәрік. Арыстан бабам айтатын, талаптарда жоқ ықылас. Пірің әзір болғанда қажеті жоқ, Қызыр Ілияс. Пірге бетің бұрғанда айтпа құтқар пана деп. Арыстан бабам сөздерін тыңдасаңыз тәбәрік. Талаппен деп айтқанның Құдай үшін жоғын сап. Бөгде жанға қараған көздерінде жоғын сап. Кісі малын ұрлайды, өйткені жүрегі емес саф. Арыстан бабам сөздерін тыңдасаңыз тәбәрік. Пір қызметін қылдық деп, талап мен деп жүргендер, иіп қарам саранға күлпараны кигендер, көздерінің жасы жоқ, шүңірейіп жүргендер. Арыстан бабам сөздерін тыңдасаңыз тәбәрік. Зікірші мен деп зорланса, шықпас мүлде көз жасы. Жүрегінде қамы жоқ, ауырмайтын сол басы. Алдау айла қылатын мәлім ғой Құдай қысы. Арыстан бабам сөздерін тыңдасаңыз тәбәрік. Талап мен деп айтқанда, көңілде жоқ зәре нұр. Шын талапты білсеңіз, іші тысы гауһар дүр. Хаққа аян сырлары, істері тек сафа нұр. Арыстан баба сөздерін тыңдасаңыз тәбәрік. Түрі сопы сияқты қияметтен қорықпайтын. Пасық пиғыл жеткені күнәлістен өрікпейтін. Ал тәсіпіні тартқанда жылап жасын төкпейтін. Арыстан бабам сөздерін тыңдасаңыз тәбәрік. Тарихатқа шариғатсыз кіргендердің шайтан келіп иманын алады екен. Осы жолда пірсіз тақуалық қылғандар әуре сарсаң болып жарым жолда қалады екен. Тарихатқа саясатшыл муршид пір керек. Ол муршидқа шын сенетін шәкірт керек. Қызмет етіп пірдің ризашылығын алу керек. Мұндай ғашық хақтан үлес алады екен. Пірдің ризашылығы хақтың ризашылығы деп біл достар. Хақ тағала рахымына ие бол достар. Мұндай құлдар хаққа жуық болады екен. Ей бауырым, осы жолға пірсіз кірме. Хақты еске түсіруден бір сәт қапы қалып жүрме. Опасыз жалғанға ақылсыз болсаң көңіл бөлме. Қарғы сатқан шайтан өз жолына салады екен. Уа достар, еш білмедім мен жолымды. Бақыт жолына мен жолымды байламадым. Мен тілімді дүние қызығына жұмсаудан тыймадым. Надандығым мені рәсуа қылады. Шариғатты, тариғатты біліп аламын десең, тариғаттың ақиқаты үшін өлімге басты қиямын десең, бұл дариядан асылтас гауһар теріп аламын десең біл. Жаннан кешкен зиялылар алады екен. Ғашық құлдар күндіз түні бір тынбайды. Бір сағатта Алланы ойлаудан қапы қалмайды. Ондай құлдың субхан ием еңбегін заятпес. Дұқ етсе қабыл болады екен. Күнәләрімді сен кешір рақымың менен. Құл қожа Ахмет сен үшін қасіретке түсті. Өзін өзі отқа жандырып күйіп отыр. 7 жаста Арыстан баб Түркістанға келді. Басымды қойып жыладым, халімді көріп күлді. 1001 зікір үйретіп мейірбандық жасады. Арыстан бабам сөздерін естіңіз тәбәрік. Құрма туралы сөз еттім, маған айбар жасады. Арыстан бабам сөздерін естіңіз тәбәрік. Ей би әдеп, көдекте басасын алып қуды. Айбарынан қорықпадым, маған қарап тұрды. Арыстан бабам сөздерін естіңіз тәбәрік. Аузыңды аш, ей көдек, аманатыңды берейін. Мазалысың дәнін жұтпадым, аш аузыңды салайын. Нұқ пайғамбардың бұйрығын үмбет болсам қылайын. Арыстан бабам сөздерін естіңіз тәбәрік. Аузымды аштым, салды, құрманың иісі мас етті. Екі ғаламнан безіп, оллахи болдым, хақты жан тәніммен сүйуші. Қожа молда жиылды, қолдан қолға тигізбей алып жүрді. Арыстан бабам сөздерін естіңіз тәбәрік. Бабам айтты, ей балам, маған әдеп қылмадың. 500 жыл ұртымда сақтап едім мен саған. Дәнін сіз алып, етін сыртын маған бердіңіз. Арыстан бабам сөздерін естіңіз тәбәрік. Бабам айтты, ей балам, қасымда тұр өлейін. Жаназамды оқып көм, жан тәсілім қылайын.
Медет берсе Мұстафа ғарыш биігіне шығайын, арыстан бабам сөздерін естіңіз, тәбәрік. Жылап айттым, ей баба, жас көдекпін, білмеймін, арыстан бабам сөздерін естіңіз, тәбәрік. Бабам айтты, ей балам, періштелер жиылады. Жебірейіл имам болып, өзгелер оған ұйыйды. Микаил мен Исрафил көтеріп көрге қояды. Арыстан бабам сөздерін естіңіз, тәбәрік. Құл қожа Ахмет, сөзіңді надандарға айтпа. Сөзіңді айтып, наданға соқыр тиынға сатпа. Аштан өлсең де ешқашан оңбағаннан қайыр күтпе. Арыстан бабам сөздерін есітіңіз, тәбәрік. Сөз маржан, тарихат, дүниені тәрк ету, сопы болу ғұрпа, тәбәрік, сый-сияпат, тарту таралға, естелік үшін берілген дүние, тақуалық, діндар, діншіл, шариғат, мұсылман дінінің заңа, ережелері, зікір, көне бақсылардың ауру адамды емдеу үшін айтылатын діни сарыны.